Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрлыхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің тарих пәні оқытушысы Мойымова Демкен Қармысқызы. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасының көші-қон саясаты. Бүгінгі сабақта көші-қон саясатының ерекшеліктерін анықтау үшін көші-қон, эмиграция, иммиграция, депортация, диаспора, переиндат ұғымын пайдаланамыз. Қазақстанның заңнаманың және мемлекеттің бағдарламалардың негізінде көші-қон саясатының негізгі бағыттары, басымдықтарын түсіндіреміз. Түсініктеме сөздер: миграция. Миграция көші-қон, қоныс аудару, адамдардың бір аймақтан немесе бір мемлекеттен басқа жерге көшуі. Иммиграция. Азаматтардың мемлекетке келуін айтамыз. Ал иммиграция азаматтардың елден кетуі. Ал депортант тарихи отанынан оралған этнос өкілдері. Ал диаспора ұлттық ата жұрты болып табылатын елден тысқары өмір сүретін халықтың бір бөлігін айтамыз. Ириденттер бұл саяси нәтижесінде өз елінің шегінен тыс тарихи өкілдерден қалып қойғандарды атаймыз. Келесі, көші-қон саясатының ерекшеліктері. Көші-қон мемлекет халықтың санына, ұлттық құрамы мен қоныстануына, табиғи қозғалыс үдерісіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Сонымен қатар бірге көші-қон ауыл мен қала тұрғындары үлес салмағын өзгертетін әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешуде және ұлттық қауіпсіздік жағынан маңызды болып табылады. 1992 жылы маусым айында отандастарымыздың тәуелсіз елімізге көшудің құқықтық негіздері бекітілген көшіп келу туралы заң қабылданды. 1997 жылы халықтың көшіп қонуы туралы заң қабылданды. Онда мына мәселелерді нақтылады. Көші-қон ағынды реттеу жүйесін жетілдіру, этникалық қазақтарды тарихи отанына қабылдау тәртібі, азаматтық алу міндеттері. Енді бұл қабылданған заңда тұжырымдамалардың басты қағидалары тілі, діні, көзқарасы, саяси сенімі, адамның негізгі құқықтары, бостандықтарын сақтау, нәсілі, әлеуметтік шығу тегі, этникалық шығу тегіне нұқсан келтіруге болмайды. Қазақстан Республикасының халықтың тығыздығы. Қазақстанда үлкен демография мәселелер бар. Қазақстан әлем бойынша, жер кеңдігі бойынша 9-шы орында тұр. Мысалы айтатын болсақ, Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облысында халықтың 40% шоғырланған. Ал Атырау, Маңғыстау және Қызылорда облыстарында халықтың бар жоғы 17% шоғырланған. Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының мақсаты миграциялық процестерді басқару. Тұрақты демографиялық өсімді қамтамасыз ету болып табылады. Елдің мемлекеттік қауіпсіздігін нығайту, мигранттарға құқықтарын пайдалану үшін жағдай жасау болып табылады. Көші-қон үрдісінің негізгі кезеңдері 1991-2003 жылдары әлеуметтік экономикалық ахуалдың күрт нашарлауына байланысты. Елімізде келімсек халықтың бір бөлігі тарихи отанына оралды. Тұрғындардың саны азайды. 2004-2020 жылдары иммиграция үрдісі бәсеңдеді. Халықтың саны өсуі байқалды. 2020 жылы Қазақстанда азаматтардың саны 18 миллионнан асты. Ал қазіргі таңда 2026 жылдан бастап
Қазақстандағы халықтың саны 20 миллионнан асты. Қазақстан Республикасының Конституциясына сай, әрбір азамат шетелге кетуге және қайта оралуға құқығы бар. Заң жүзінде елімізге келген әрбір азамат еркін көшіп-қонуға құқығы бар. Көші-қон туралы байланысты Нұрлы жол бағдарламасы енгізілді. Нұрлы жол бағдарламасы Нұрлы көш 2008 жылы қандастарды тиімді тартып, қоныстандыру мен орналасуына жәрдем үшін Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарламада бойынша қандастарды емдеу мен кіріктіру орталықтары құрылды. Материалдық, ақпараттық, құқықтық көмек көрсетілді. Қоныс аударушы қандастарға бір жолға жәрдемақы төленді. Жұмысқа орналасу, көмек көрсету, мемлекеттік және ресми тілде үйрену үшін жағдай жасалды. Білімі беру мемлекеттік түсіну үшін арнайы квоталар бөлінді. Қарулы күштерден қызмет етуден босатылды. Тұрақты тұратын жерлерге дейін жету үшін тегін қарастырылды. Және тұрақтау үшін оларға арнайы үй сатып алушы қаражаттар бөлінді. Бастапқы 1990 жылдары қандастарды таратып қоныстандыру біркелкі жүрген жоқ. Олардың үлкен бір бөлігі Түркістан, Алматы және Маңғыстау облыстарына, сондай-ақ Алматы, Астана, Тараз, Жаңаөзен қалаларына қоныстандырылды. 2014 жылдан бастап Алматы, Астанаға қоныс аудару тоқтатылды. Қандастар иммиграцияның квотасын әрбір жылға белгіленді. Және айтарлықтай өзгеру мүмкіндігі. Мысалы, 1993 жылы 10 мың отбасы көшіп келген болса, ал 2000 жылы 500 отбасы, 2009 жылы 20 мың отбасы қоныс аударды. Енді сөзімді қорытындылай келе, Қазақстан Республикасында 20 миллион 500 мың адам болатын болса, 71% қазақтардан құралады. Ал қалған пайыз 29% өзге ұлт өкілдерінен құралады. Соңғы дерек бойынша Қазақстанға көшіп келген қандастарымыздың саны 1 миллионға жеткен. Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы өзге мемлекетке еркін көшіп-қонуға, көшуге және қайтып отанына оралуға құқығы бар. Және де Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет. Назар аударғандарыңызға рахмет.